Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен бірге өткенде тоқыған домалағымды ары қарай жалғастырып, шоппер сумка тоқитын боламын. Мендегі қолданылған материал мындай 3 мм шнур полиэфирный. Жерде 5-ші номерлі крючокпен тоқитын боламын. Бұл жерде мен 10 қатар тоқып алдым. 10 қатар жаңағы кругымды тоқыдым. Енді осыдан ары қарай ешқандай прибавка жасамай, тік осылай жоғары қарай тоқитын боламыз. Яғни біздің кругымыздың соңындағы жіп осылай қала береді. Енді біздің жұмысымыздың басынан бастап обычный столбик без накида тоқимыз. Галочка техникасымен тоқыдым. Әрбір біздің петлямыздың мына жерінде галочка пайда болады ғой. Соның екеуінің ортасындағы тесік арқылы ешқандай қосындысыз өзімізге қажетті биіктікте тоқитын боламыз. Ал біздің мына тұрған түбіміз, яғни донышкымыз осылай қала береді. Тоқымамыз тігінен жоғары қарай көтеріледі. Басында 2-3 қатар ол көтерілмей тұруы мүмкін. Жайлап өзі көтеріле бастайды. Өзімізге қажетті көлемде биіктікті аламыз. Ешқандай көз қоспай, жаңа петля қоспай жаңадан осы қатарды толықтай тоқып шығамыз. Әрбір петлядан бір-бірден. Әркім өз бетінше осылай тоқып шықсын. Сосын осы қатардың соңында кездесеміз. Мен қатардың соңына келдім. Мен әлі де мына тұрған жіптің соңын пайдаланатын боламын. Тоқу барысында, яғни ең соңғы петляға келген кезде жіптің соңымен, мына тұрған соңымен тоқитын боламыз. Екі жіптің соңымен тоқимыз. Яғни егер де сіздер менің алдыңғы донышкасын тоқу, домалақты тоқу кезінде көрген болсаңыздар, тап сол техниканы пайдаланамыз. Бұлай шығарып аламыз жіптің соңын. Сосын біздің крючогымызды мына тұрған бірінші петляның артқы жағынан кіргізіп, бұлай жіптің соңын осы петлядан артқа қарай шығарамыз. Артқы бетіне. Бұлай етіп шығарып тастаймыз. Енді біздің бұйымымыздың артқы бетін айналдырамыз да, мына тұрған 2 петлядан өткізіп, жіптің соңын осы екеуінен өткізіп шығарамыз. Осылай. Сосын тартамыз. Яғни бізде мына жерде тағы бір петля шықты. Келесі қатарды жұмыс жіппен бастап ары қарай тоқи береміз. Әрбір қатарды осылай тоқимыз. Өзімізге керекті мөлшерде келгенше тоқитын боламыз. Ең соңғы жұмыста өзімізге керекті мөлшердегі сумканың размеріне келген кезде кездесеміз. Кіші етіп те тоқуға болады бұны. Мен сәл үлкен қылып тоқиын деп кішкентай сумкамды сөгітіп қайтадан тоқып жатырмын. Екінші қатар тоқу барысы. Енді бір шама 10 қатарға келген кезде сіздермен тағы кездесемін. Өз бетімізше тоқиық. Мінекей мен өзімнің керекті жеріме дейін тоқыдым. Яғни мендегі размер қазір мына донышкадан кейін 25 қатар тоқып алдым. Ендігі жерде қазір ручкасын тоқитын боламыз. Мына жерден ручкасын тоқып бастаймыз. Яғни менде мына қатарда айтып кетейін 66 петля бар.
Енді мына қатардың соңы, мен ең соңғы қатарды тоқимын. Мендегі манағы басында басталған жаңа жіптің соңы орта жағынан бітіп кетті. Енді ары қарай жалғастыратын боламыз. Мына жіптің ең соңғы петлясын аламын. Міне ең соңғы петлясын тоқимыз да. Қазір мына жіптің қатардың соңын басымен біріктіреміз. Ол оңай енді. Ар қатарда осылай тоқып кеттім. Ары қарай соединительный столбикпен осылай тоқыдым. Міне. Мына жерден соединительный столбикпен тоқылған. Мына жерге келгенде мен бітіп кетті менің жаңағы жібім. Осы жерге дейін тоқыдым. Негізі одан да ұзын қылып алған дұрыс екен. Сәл қысқарақ алып қойғандықтан солай болып шықты. Енді осы жерден ары қарай тоқимыз. Яғни 10 столбик без накида тоқимыз. 2 3 Енді осы 10 столбикті тоқып болғаннан кейін 14 воздушный петля аламыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 және 14-шісі. Осының арасында мына жерден санаймыз. Бұлай бүктеген кезде мына жерде біздер ручкасын шығарудың жасап жатырмыз қазір. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 петляны тастаймыз. Негізі 14-тен сәл бір-екеу көп алғанымызда дұрыс шығар. 15 16 деп алайық. 16. Ортасында 13 петляны обязательно қалдырамыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14-шісіне тоқимын. 14-шісіне столбик без накида. Мына бүйтіп ұстағанда біздің ручкамыз болады қазір. 14-шісі. Енді осыдан кейін тағы 19 столбик без накида тоқимыз да, тағы ручкасын жасаймыз. 2 20 столбик без накида тоқылды. Енді тағы да 16 воздушный петля алынады. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ортасынан 13 столбик тастаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14-шісіне тоқимыз. Енді ары қарай соңына дейін тоқып шығамыз да, соңын басымен қосып, енді соңғы бір рядты тоқып шығамыз. Сонымен біздің шопер сумкамыз дайын болады. Осы жерден мына предпоследний петляны тоқимыз да. Енді мына тұрған соңғы петляны тоқымаймыз, себебі оған бірден мына қолы жалғасып кетіп жатыр. Енді осы қолын айналдыра, столбик без накидамен айналдыра тоқып шығамыз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 стол бетпе накидан қоршап тоқып шықтық. Енді келесісіне де тап солай тоқимыз. Осы қатардың соңына дейін өзіміз келесі қолын тоқып шығайық. Сосын қатардың соңында кездесеміз. Мінекей менің сумкам осындай болды. Мына артық жіпті кесіп, міндетті түрде оны жасырып, күйдіріп қоямыз. Сосын мен мынандай фурнитура қолданайын деп тұрмын. Мынандай цеппен мына екі шетіне іліп қоямын. Фурнитура дүкендерінде сатады. Сондай алып қолдансаңыздар болады. Мінекей шоппер сумкам дайын болды. Менімен бірге тоқып, сіздер де байқап көріңіздер. Жазда өте әдемі сумка. Бұл сумканы үлкен немесе кіші қылып тоқуға болады. Мен орташа қылып жасадым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасауға болады. Міндетті түрде каналыма лайк басып, подписаться етіп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.